Ассалаумағалейкум. Армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ассалаумағалейкум қара орман халқым. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше бүгінгі саяси ақпараттық шолуымызды бастаймыз. Қалмақшал саясатқа қайта оралды. Нашарбаев екі тізгін бір шылбырды қолына алды. Бұғанға дейінгі барлық саяси оқиғалар қазақ халқын 30 жылдық алдаудың, алдарқатудың жалғасы екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Тоқаев осыдан сәл бұрынғы президентке 5,1 миллиард доллар бөлгендігін егопта, яғни Қазақстанның ресми электрондық үкімет сайтында ашық жариялағаннан ақ тіксінген болатынбыз. Назарбаевтың күйеу балалары мен қыздарының ешқандай мал мүлкіне қол соғылған жоқ. Президентке, яғни тұңғыш президентке тискізбеу туралы заң жер шарында ешқандай елде, ешқандай мемлекетте болмаған. Тұңғыш президент және оның отбасы мүшелерінің ар-ұжданына, саяси құқына, мал мүлкіне қол соғылмайды деген адамзат тарихында болмаған ең масқара заң еш өзгертусіз сол беті жұмыс істеп тұр. Демек, кеше Назарбаев аяқ астынан жасөспірімдердің бір жиналысына қатыса қалды. Одан кейін енді Тоқаевтың өкіметі аяқ астынан тұңғыш президент сыртқы саясатқа және іштегі үлкен шаруадарға араласуға құқылы деген мәлімдеме таратты. Яғни Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе Қазақстанда қайтадан жұмыс істегелі тұр. Істеп те тұрды. Ештеңе де өзгерген жоқ. Қанды қаңтарда көтерілген қазақ газдың бағасын 50 теңгеге түсіріп, сан-санақсыз мыңдаған боздағынан айырылғаны болмаса, еш нәтижеге жетпеген сынды. Түрмедегі отырған 10 мыңға жуық қазақ қанды қаңтардың тірі куәгерлері Назарбаев қайта билікке келгенде барлығының көзі құртылуы мүмкін. Ал өлтірілгендер, өлгеннен соң көрінен қазып алынғандардың қаны текке ақты ма? 30 жыл бойы қазақ халқын езіп, қынадай қырып, қит еткенін өлтіріп, жастарды түрмеге қамап, парақорлық жүйені орнатып, пирамидалық басқару үлгісінде қазақтың ең төменгі қоғамдық жігінен ең жоғарғы билеуші тобына дейін тек қана пара және коррупцияға белшесінен батырған, тұтас халықты парамен өмір сүруге көндірген, тұтас қоғамды басынан аяғына дейін, басынан бақайшығына дейін тұтасыменен коррупцияменен, парамен өмір сүретін халыққа әкелген, дүние жүзіндегі ең бай елде ең кедей тұратын қазақ халқын миллионға жуығын түрмеге қамап, үркітіп, қорқытып, соттап, осындай бір сұмдық жүйені қалыптастырған. Бүкіл Қазақстанда қазақ халқын ең кедей, ең бақытсыз, ең бейшара, ең құқық қорғалмайтын қауымға айналдырып, өздері пирамидалық жүйедегі жаныштау құралдар арқылы, полиция, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот жүйесі арқылы қазақ халқын Қазақстан қоғамындағы құлдан да төмен деңгейге түсіріп тастаған қазақтың ата жауы Назарбаевтан басқа ешкім емес. Адамзат тарихында қазаққа Назарбаевтан артық қастандық жасаған, Назарбаевтан артық зұлымдық жасаған ешкім де болған жоқ. Назарбаевтың қазаққа жасаған қиянаты мен зұлымдығынан, қастандығынан асатын екінші зұлымдық болған жоқ. Ол біздің халқымызды мәңгі, мың жылдар бойы қалпына келмейтін деңгейде зиянға ұшыратты. Енді Назарбаев ресми түрде заң бойынша елдің ішкі және сыртқы саясаттарына араласады. Яғни Назарбаев қайтадан екі тізгін бір шылбырды қолына алды. Билікке қайта араласты. Демек, қазақ халқына енді күресті қайтадан бастаудан басқа ештеңе қалған жоқ. Барар жер, басар тауың қалмады. Саған бір ғана шығар жол бар, не өлім, не өмір. Екі ақ түрлі таңдау бар. Не тағы да құл болып, бұл қалмақшалдың жанын құдай алғанша күтесің. Бірақ қазіргі медицина бойынша бұл ары қарай 90-нан 100-ден асуы мүмкін.
Себебі бауыр бүйректі осы кезде сан мәрте ауыстыруға соңғы медицина әлде қашан қол жеткізді. Бүйректі әр жолы ауыстырған сайын адамның өмірі 5-10 жылға жасарып отырады. Тіпті жүрек екеш жүректі де жасанды жолменен соқтырып, жүрек екеш жүректі де ауыстыруға болады. Бауырды ауыстырған сайын бүкіл ағзадағы барлық қартайған және уыттанған мүшелер жасарып шыға келетінін дүние жүзі дәлелдеп болды. Бір бауырды ауыстыру, бір доноршыны, яғни бауырын берушіні өлтіру екендігін бүкіл дүние жүзінің ең қарапайым халқы да түсінеді. Ал бүйректі кез келген адамнан алуға болады. Демек, Назарбаев алдағы уақытта 100 жасайтын болса, немесе қазірге дейінгі мынау азиялық халықтар, кәрістер, қытайлар, жапондар сияқты 105-110 жасайтындай болатын болса, ендеше қалың елім қазағым, саған алдыда тағы да 30 жыл бар. Өзі бір сөзінде Малайзияның бұрынғы премьер-министрі бір рет премьер болып, ортада Наджиб премьер болғаннан кейін Малайзияны әбден Қытайдың қарызының батпағына батырғанда қайтадан сайлау арқылы билікке 93 жасында қайта оралған Малайзияның премьері Махадиярды еске алғаны сияқты, Махадияр 93 жасында саясатқа қайта оралды деген сол шалдың бұрынғы бір ескі сөзін еске алсақ, шал ортада қазақта бір рет орыстың әскерінің қолымен қынадай қырып тастап, өздеріне қарсы болып немесе билікке таласып жүрген кландарды жайпап, қырып, және қазақтың рухын жастып, себебі қазақ халқы онсыз да Жанартау сияқты атылғалы тұрғанын білет, Жанартаудың қашан атылатынын білет, қолдан жасанды Жанартауды ату деген технология бар. Яғни Жанартау атылатын кез келген мерзімсіз уақытта, кез келген уақытта атылуы мүмкін Жанартауды қуатты бомбалармен алдын ала атып, ішіндегі магманы шығарып тастап, сосын оны белгісіз уақытта кездейсоқ күтіп отырудың алдын алатында технологиялар бар. Тура сол сияқты орманға кететін өртті де алдымен өртті қойып, бір бөлік жерді босатып, өрттің бір орманның тұтас бір бөлігінен екінші бөлігіне ауысуының алдын алатында тәсілдер бар. Өртке қарсы өрт қою деген осындай. Бұл контролданған өрт, яғни басқарудағы шектеу ішіндегі өрт болады. Сөйтіп ана сұрапыл шектеусіз өрттің алдын алатын, яғни өрт өте алмайтын бір белдеу қалыптастыру үшін тұтас бір белдеуді өртеп, өртті сақтайтын тәсілдер бар. Назарбаев қаңтарда осы тәсілді қолданған болуы бек мүмкін. Ендеше қалың елім қазағым, Назарбаев 100-ге келсін деп күтіп отырсаң 20 жыл күтесің. 90-ға келгенде өледі десең 10 жыл күтесің. 110-ға келеді десең 30 жыл күтесің. Ендеше 30 жыл өмірін ұрлатқан әрбір қазақ өзінің ең бағалы өмірін, дәл осы сәтте ең бір жастық шағын, балалық шағын, тіпті жігіт ағасы болған шағын, өмірінің ең бір мәнді мағыналы шағын 30 жылын Назарбаевқа ұрлатқан сатанистік, құдайсыздық, бұл қалың бақсы бәлгердің құлы болған бұл сұмырайларға, бар әлемдегі ең сұмдық іріп шіріген жүйені қалыптастырған Назарбаев әулетіне құл болған қалың елім қазағым, ендігі сенің шығар жолың қайсы? Күрес, тағы да күрес. No pain, no gain дейді ағылшындар. Яғни қасірет болмай, бодау беру болмай, жақсылық болмайды. Ауру болмай, ауырсыну болмай, жақсылық келмейді. Ендеше күреске қайта кірісеміз. Қайтадан ереуіл атқа ер саламыз. Егер ереуіл атқа ер салмасақ, қу қалмақтың, қанішер қалмақтың, жауыз қалмақтың тепкісінде мүмкін 10 жыл, мүмкін 20 жыл, мүмкін 30 жыл тағы да қорлық өмірді сүреміз. Ал қайта шапқан жау жаман деген қазақтың сөзі бар. Және қайтып келген қыз жаман дейді. Ендеше қайта шапқан қалмақ жаман, қайта шапқан жұңғар жаман деп өзгертеміз. Қайтып келген қыз жаман емес, қайтып келген шал жаман. Қазақта сөз бар. Мал қайтып келсе құт дейді. Ендеше артына сөз қосамыз. Шал қайтып келсе жұт. Ендеше қалың елім қазағым, күрестен басқа жолың қалмады. Ендеше ұйымдасып, шалды аударып, қазақ халқының шынайы ұлт азаттық күресін бастап жіберейік. Құрметпен, Серікжан
Біләшұлы.